велосипед тебудің денсаулыққа пайдасы бар екенін бәрі білет. Бірақ велоспорттың нақты не әсер ететінін білесіз бе? Велосипед тебу адам ағзасындағы барлық дерлік жүйелерге оң әсер етеді. Велосипед тебу аяқ пен арқа бұлшықеттеріне ең үлкен әсер етеді. Сонымен қатар басқа бұлшықеттерді, соның ішінде иық пен іш қуысында тартады. Велосипедпен жүру сізге тоналды пішін мен бедерлі бұлшықеттерді алуға көмектеседі. Бүгін біз күн сайын велосипедпен жүру арқылы сіздің денеңізде болатын өзгерістер туралы сөйлесетін боламыз. Сондықтан бұл бейнені соңына дейін көруге кеңес береміз. Бұл өте мазмұнды болады. Достар, статистикалық тұрғыдан алғанда, көрермендердің 99%-ы біздің бейнені жазылусыз көреді. Сондықтан осы уақытқа дейін көрмеген болсаңыз, арнаға жазылыңыз. Сіздің қолдауыңыз басқа пайдалы бейнелерді жасауға өте ынталандырады. Жүрек бұлшық ет екені белгілі, оны да жақсы пішінде ұстау керек. Велосипедшінің күшті бұлшықеттері жиырылып, қанды итеріп, жүректің жұмысына көмектеседі. Кәсіби спортшылардың тынығу кезіндегі импульсы оқытылмаған адамдарға қарағанда аз, өйткені олардың жүрегі шынықтырылмаған. Велосипедпен жүру, әртүрлі жүрек қан тамырлары ауруларының тамаша алдын алу. Велосипедшілерде инфаркт қаупі 50%-ға төмендейді. Варикозды тамырлардың алдын алу. Велосипед варикозбен ауыратын адамдар үшін өте пайдалы. Педал басқанда жүрек соғу жиілігі жоғарылайды және қан тамырлар мен артериялар арқылы қозғалысын тездетеді. Осының арқасында тамырлардағы қанның тоқырауы азаяды. Вегетативті тамырлық дистония. Бұл ауру әртүрлі себептерден туындайды және олардың бірі әрекетсіздік. Қазіргі адамдарда отырықшы мінез құлық байқалады. Соның салдарынан оларда вегетативті тамырлық дистония кең таралған. Велосипедпен жүру кезінде бұлшықет белсенділігі вегетативті жүйке жүйесінің жағдайын жақсартады. Денсаулықтың әртүрлі мәселелерінің алдын алады. Педал басқан кезде адамның жамбас аймағында қан айналымы жақсарады. Сондықтан велосипед ер адамға аденоманы емдеуге көмектеседі. Эндокриндік бездің қызметі қалыпқа келеді. Бұл адамның жыныстық өміріне пайдалы. Ғалымдар велосипедпен жүрген қыздардың босану мен жүктілікті оңай көтеретінін анықтады. Қарапайым әйелге қарағанда велосипедші балада асқынулар аз болады. Өкпе. Сіз жаттығу кезінде оқытылмаған адамдар жиі тыныс ала бастайтынын және өнімділігін жоғалтатынын байқадыңыз. Тұрақты велосипедпен жүрудің пайдасы бұл өкпенің сыйымдылығын арттырады және өлшенген тыныс алуды қамтамасыз етеді. Велосипедшілер толық демалады. Бұл темекі шегушілерге өкпелеріндегі зиянды заттардан арылуға көмектеседі. Көру. Қиын рельефті трассадағы велосипедшілер жүру керек жерлерге мұқият қарау керек. Бұл жоғары жылдамдықта болатындықтан, спортшы кедергіге жақындаған кезде тез көруі керек. Ең бастысы әрекет ету керек. Бұл кезде көз бұлшықеттері қатты тартылып, көру қабілетінің бұзылу ықтималдығы айтарлықтай төмендейді. Бұл әсіресе даунхилл тәртібінде көрінеді. Мұнда тау байкері үлкен жылдамдықпен тастарды, төмпешіктерді және ағаш тамырларын көруге үлгеру керек. Траекторияны жоспарлау үшін алысқа қарау керек. Арықтау. Физикалық жаттығулар арқылы арықтаудың әртүрлі тәсілдері бар. Олардың бірі ашық ауада немесе далада жаттығу жасау. Спортзалға, велосипед сіздің мақсатыңызға жетуге көмектеседі. Ал жақсы көңіл күй бұл бонус. Өйткені жаттығу залында терлегеннен гөрі табиғат аясында серуендеу жағымды. Арықтау үшін көп ішіп, жиі тамақтану керек. Алайда оның бөліктері өте аз болуы керек. Әйтпесе жиі тамақтанудың мағынасы жоқ. Психикалық әл-ауқат, тыныш орман жолдарымен велосипедпен келе жатқанда сізді күнделікті ешбір мәселе қызықтырмайды. Тек сен және табиғат бар. Бұл бақытсыздық па? Велосипедпен жүру адамның жалпы эмоционалдық жағдайын жақсартады. Оны әртүрлі мәселелерден алшақтатады және көңіл күйін қалпына келтіреді. Велосипедтің жүйке жүйесіне тигізетін пайдасы әртүрлі зерттеулермен дәлелденген.
Велосипед қандай бұлшықеттерге әсер етеді? Педал басқанда балтыр бұлшықеттеріне ең көп жүктеме түседі. Төрт басты бұлшықеттер олармен бірге белсенді жұмыс істейді. Тепе-теңдікті сақтаған кезде бөкселер жиырылады. Ал іш бұлшықеттері оларға көмектеседі. Қолдар мен иықтар бұрыштарда және рульге тірелгенде көбірек тартылады. Рул седлаға қатысты неғұрлым төмен болса, соғұрлым шиеленіс күшейеді. Сонымен қатар сырғанақпен келе жатқанда біз рульді өзімізге қарай тартамыз. Қолымызбен көтерілуге көмектесеміз. Велосипед жүгірумен салыстырғанда ешқашан буындардың шығуын тудырмайды. Егер қалыпты жылдамдықпен жүрсе, дислокация ықтималдығы нөлге тең болады. Қолдар дене салмағының бір бөлігін алады. Осыған байланысты сіз остеопороздан қорғанасыз. Бұл сүйектің беріктігін төмендетіп, оның сынғыштығын арттырады. Велоспорттың ұсыныстары кейбір ережелерді сақтамаған жағдайда жеңіл зиян келтіруі немесе тіпті денсаулығының айтарлықтай нашарлауы мүмкін. Каденс – уақыт бірлігіндегі педал соғу жиілігі. Үлкен берілістегі төмен каденс тізе буындарына теріс әсер етеді. Сіз педалға көбірек қысым жасауыңыз керек, ал тізеңізге көбірек қысым жасалады. Бұл өте көп зиян келтіреді, өйткені буындарды емдеу қиын. Сапарды өте жоғары жылдамдықпен бастаған жөн. Тізені жылыту үшін минутына 120 айналым, содан кейін минутына 80-90 айналым жасау керек. Велосипедпен зарядталғаннан кейін ғана жүру керек. Мысалы, мінер алдында 20-ға жуық скват жасай алады. Көп іш. Көлік жүргізу кезінде дене суды жоғалтады. Бұлшықеттер тиімділігін жоғалтады. Содан кейін денсаулыққа қатысты мәселелер туындайды. Сіз газдалмаған суды ішуіңіз керек. Өйткені ол тек дененің тұз балансын қалпына келтіре алады. Міну үшін көп су алып кел. Ыңғайлы болу үшін гидратор алған жөн. Арқа мен буындарға қатты зақым келтірмеу үшін дұрыс орналасу өте маңызды. Велосипед сатып алғанда мінсіз сәйкестікке жету үшін дұрыс өскінді таңдаңыз. Содан кейін ершікті биіктігіне, еңкеу бұрышына және рульге жақындығына қарай реттеңіз. Рул мен діңгекті алыңыз, ұзындығы сізге ыңғайлы, көтергішпен немесе көтерусіз. Велоспорт фигураға және дененің барлық жүйелеріне өте пайдалы. Велосипедпен жүру бұл қандай қуаныш екенін айтудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Велосипед біздің қарбалас әлемде бәрі бір жерге асығатын және барлығының проблемасы бар жерде разрядты босатуға көмектеседі. Сен жай ғана мініп жүрсің, жаман ештеңе ойламайсың және көңіл көтересің. Сен велосипед тебуді ұнатасың ба? Түсініктемелерде бізбен бөлісіңіз және әдетте қанша көлікпен жүретініңізді айтыңыз. Достар, бұл бейнені соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Бұл өте қызықты болды деп үміттенеміз. Егер видео ұнаса лайк басып, арнаға жазылыңыз. Бұдан әрі пайдалы ақпарат көп болады. Жаңа кездесулерге дейін.